Сәлем достар, сіздермен Шырын. Ыстық күнде шөліңді басатын, сарайыңды ашатын, С витаминге бай, 5 минутта дайын болатын түріктің лимонатымен таныстырғым келеді. Түрік лимонатын дайындаудың бірнеше рецепті бар. Ал маған осы рецепт қатты ұнайды. Дайындалу оңай, ештеңені қайнатпайсыз, құрамы қол жетімді, дастарханның сәні. Бізге 2 апельсин және лимон керек болады. Ең алдымен оларды қайнап тұрған суда мұқият жуып аламын. Апельсин мен лимонның жұқа қабығы цедраны үккішпен қырып аламын. Цедрадан кейінгі ақ қабығы ащы болады, оны алмаймыз. Лимонадты міндетті түрде дайындап, жанұяңызды қуантыңыз. Міне осынша цедраны алып, ыдысқа салып, үстіне 150 грамм қантымызды саламыз. Және 1 стакан су құйып былғаймын. Лимон мен апельсинді осылай қылып жұмсартып аламын. Барлығын бөлемін. Бізге 2 апельсин және лимонның жартысы қажет болады. Осылай қылып пышақпен түртіп, енді ішіндегі шырынын сығып аламын. Шырынын сығып алатын құралыңыз болса, пайдалансаңыз болады. Міне осы шыққан шырынды шұңғыл ыдысқа құйып, үстіне 2 литр қайнаған, салқындатқан суды құямыз. Жақсылап былғап жіберемін. Қақпағын жауып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямын. Салқындаған лимонадты сүзгіден өткізіп, графинге құйып қоямын. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыз, видеоны бірінші болып көресіңіз. Біздің лимонатымыз да дайын болды. Ішіне мұз салып, лимонды, болмаса апельсинді осылай қылып кесіп, әрине иісі өте керемет, жалбызды да ұмытпаймыз. Осындай қылып берсеңіз, жанұяңыздың да, қонақтардың да көңілінен шығатынына сенімдімін. Рецепт ұнаған болса, комментарийға пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңыздар.